Ал достар, бүгін тағы да бізде қоныс той болайын деп жатыр. Бүгін мінеки Абдырайым Тоғжан мен Орынова Айман екеуі мамасы мен қызы үйлі болайын деп жатыр. Ал Айман, қандай толқындасыз? Ой, айта алмаймын қандай толқында екенімді. Қуаныштымыз. Ой, Қалай жеттіңіз? қиындықпен жеттік қой. 2 жыл деген уақыт деген ұзақ болды, бірақ бір пәстің ішінде қалай өтіп кеткенін өзіміз де білмей қалдық. Бір Алланың көмегімен сіздің арқаңызда, чтоб былай деп айтып жатып, сол сіздерге рахмет. Мында бір. Жақсы, Айман былтыр келген кезде қызыма депозит ашайын деп келген. Сөйтіп қызына депозит аштық, ал оның алдында өзінде де депозит болды, иә Айман, иә? Сосын 2 депозитті қосып, ОП-ны күтіп, иә? ОП-ны қалай күткенімізді айтасыз ба? Оны айтып жеткізе алмаймын. 15 мамырдан бастап бізде өзгеріс енді ғой. Сол ОП-ны біз күттік. ОП 2,5 болғанша, ОП қалай 2,5 болды, солай үй алдық, иә? Қанша теңгені үйін алып жатсыз? 14 миллион. 14 миллион үйіні. Ал біз негізі 12,5-ға ОП жеткеннен кейін 12,5 миллионға займды жаңағыдай рәсімдедік. Қанша пайызбен болды сонда? 9%. Дұрыс, 9%. Ай сайынғы төлем қанша болып жатыр? 107 ма? 105 қой деймін. 105 мың. Енді үйлеріңіз құтты болсын. Рахмет. Рахмет. Сіздерге де сенім артқаныңыз үшін, осындай видеоға келісім берген үшін, зорға дегенде видеоға келісті ғой бұл кісілер. Құтты болсын үйлеріңіз. Ал оқырмандарымыз, сіздерге де құтты болсын, жұғысты болсын, үйлі болыңыздар баршаларыңыз. Рахмет.